жақсы көңіл күйіңіз, жақсы оймен бастау үшін мен сіздерге сын есімдер айтамын. Яғни сол сын есім қандай әріптен басталады? Егер қай оқушының аты сол әріптен басталса, сол оқушы орнынан тұруы қажет. Түсінікті ме? Жақсы. Олай болса, бірінші ақылды, отыра қойыңыз. Сүйкімді, жақсы, ары қарай жомарт, отыра қойыңыз. Ары қарай білімді, жақсы, отыра қойыңыз. Жақсы балалар, сондай барлығыңыздың аты есіміңіз аталды ма? Жақсы, жарайсың. Енді ары қарай біз топқа бөлінуіміз қажет. Топқа бөліну үшін менің алдымда кішкентай қағаздар жиынтығы бар. Сол қағаз қиындыларды бір-бірлеп аламыздар. Қағаздың бетіне қарайсыз. Қағаздың бетіне қарағаннан кейін қандай шаманы көресіздер, сол топқа барып орналасыңыздар. Яғни сіздің тобыңыздың атауы жазылып тұр ғой, сол топқа барып орналасып отырасыздар. Түсінікті ме? Жақсы. Келе қойыңыз. Бір-бірлеп аламын. Сұрамай, сөйлемей, тыныш қағазды аламыз. Сонымен әркім өз тобына жайғасып орналасып болса, енді барлығымыз тақтаға қарай. Тақтада мен сіздерге Learning Apps деген платформа бойынша тапсырма шығарып тұрмын. Тапсырманы ашайын. Мына тапсырмада сіздер, яғни сәйкестік табу керексіздер. Мен өткен сабақта сіздерге сөйлеу болатын. Келесі тақырыпта видеоны оқып, қарап дайындалып келеміз. Енді сол бойынша мына жерде көк түсті және сары түсті болып бізге белгіленген екі бөліктерді бір-бірімен қосуымыз қажет. Қарап жатырмыз, көріп тұр ғой. Жақсы, келіп келе ғой шынайы. Шынайы, қазір шынайы қойыңыз. Жақсы, келесі қойыңыз. Келесі біреу қалып тұр шығар. Тексеруді бастаймыз. Жақсы, өте жақсы, жарайсыздар балалар. Барлығы дұрыс. Енді ары қарай мен сіздерге жаңа тақырыпқа көшпес бұрын қандай спиdoметр таратқым келіп тұр. Спиdoметрді қазір таратып беремін. Спиdoметрдің астыңғы жағында ашық жер бар. Сол жерге әркім өзінің есімін жазу керек. Сосын мына спиdoметрдің бетіндегі тілше бар ғой, сол тілше орнынан қозғалады, яғни ауытқиды. Осыны әрбір тапсырманы орындаған кезде, әрбір тапсырмаға қанша дескриптор беріліп, қанша балл беріліп тұр, сол арқылы өзіңіздің баллыңызды қойып отыратын боласыз. Түсінікті ме? Жақсы. Ары қарай мына қосыма берейін. Келесі біреу қалып тұр шығар. Жақсы, өте жақсы, жарайсыздар балалар. Барлығы дұрыс. Енді ары қарай мен сіздерге жаңа тақырыпқа көшпес бұрын қандай спиdoметр таратқым келіп тұр. Спиdoметрді қазір таратып беремін. Спиdoметрдің астыңғы жағында ашық жер бар. Сол жерге әркім өзінің есімін жазу керек. Сосын мына спиdoметрдің бетіндегі тілше бар ғой, сол тілше орнынан қозғалады, яғни ауытқиды. Осыны әрбір тапсырманы орындаған кезде, әрбір тапсырмаға қанша дескриптор беріліп, қанша балл беріліп тұр, сол арқылы өзіңіздің баллыңызды қойып отыратын боласыз. Түсінікті ме? Жақсы. Ары қарай мына қосыма берейін.
bugun biz qanday taqdim o'tamiz ekan sonda? Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу. Мен міне тақтаға жазып қойдым. Түгел дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Тақырып жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу. Яғни бүгін бұл тақырыпта біздің оқу бағдарламасына сәйкес біздің оқу мақсатымыз қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептеуіміз қажет. Жас болып па? Жақсы. Жас болса барлығымыз бері қараймыз. Біз жылдамдықты білеміз ғой? Иә, сіздер оны бастауышта да оқыңыздар. Солай ғой. Енді біз соны бүгін тағы да толықтырып жасаймыз, қайталаймыз, есімізге түсіреміз. Сонымен жылдамдық дегеніміз бұл дененің қозғалыс шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Енді біз жылдамдықты қандай атпен белгілейміз? Жылдамдық бізде V атпен белгіленеді және оның өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Енді осы жылдамдыққа байланысты біз S шаманы береміз. Бұл S бізде жол немесе орын ауыстыру, оның өлшем бірлігі секунд. Одан кейін бізде T уақыттың өлшем бірлігі қандай? Секунд. Оны білеміз, иә. Енді арасында тұрған формулаларға назар аударайықшы балалар. Мына бізде беріп тұрған жылдамдық, уақыт, мынау бізде жол. Яғни S тең болады V көбейтілген T. Бұл бізде жүрілген жолдың немесе орын ауыстырудың формуласы. Одан кейін V тең болады S бөлінген T. Яғни бізде V дегеніміз не еді? Жылдамдық. Олай болса демек бұл бізде жылдамдықтың формуласы. Жылдамдық тең болады S бөлінген T-ға тең. Енді жылдамдық көбейеді егер жол қандай болса, S қандай болса, көбейсе. Ал жылдамдық азаяды керісінше уақыт көбейсе. Солай ма? Жақсы. Ары қарай келесі бізде уақыттың формуласы. Бұл бізде S бөлінген V-ға тең. Біз жылдамдықтың өлшем бірлігін білеміз ғой. Метр бөлінген секунд. Сонымен қатар балалар біз халықаралық бірліктер жүйесін оқыған кезде километр сағаттың метр секундқа айналдыру керек. Қалай айналдырады? Келесі тапсырма мен осы формулаға байланысты, яғни жылдамдықты табуға байланысты формулаға бір үлгі ретінде есеп көрсетуге сіздерге. Есепті біз шығару реті бар бізде. Бірінші берілген жазамыз, халықаралық бірліктер жүйесіне келтіреміз, егер келтіретін болса. Одан кейін формула, одан кейін шешуі. Енді бізде жоғарғы жақта есептің берісі. Қарайық. Дене 200 метр жолды 40 секундта жүріп өтті. Жылдамдығын тап дейді. Енді біз не істейміз? Берілген жазамыз. Берілгені. Яғни бізде 200 метрді не беріп тұр? Жол беріп тұр бізде. Сонда демек S тең болады 200 метр. Одан кейін 40 секунд деп не берілген? Уақыт. Сонда T тең болады 40 секунд. Білесіздер ғой, уақытты T-мен белгілейміз. Одан кейін бізге не табу керек? Жылдамдықты табу керек. Жылдамдықты табу үшін бізде қосымша жоқ. Бірден формуласын жазамыз. Жылдамдықты табу үшін не істейтін едік? Неге бөлеміз? S-ті, яғни жолды уақытқа бөлеміз. Орын алып барып қоямыз, шешімін шығарамыз. Цитоз. Жақсы. Тек V орташаның тағыдағы формуласы 2 V көбейтілген V2, V1 қосылған V2. Енді бұл қандай жағдайда қолданылатын формула соны түсіндірсек. Егер бір жолды көлік екі түрлі жылдамдықпен жүріп өтетін болса, ол кездегі табылатын орташа жылдамдықты осы формуладан анықтаймыз. Түсіндік ма? Тәжірибе жасалып па? Жақсы. Келесі бізде тағы да үлгі есеп, яғни қалай шығарамыз. Келесі үлгі есеп біздің үстіңгі жағында есептің берісіді барлығымыз қарайық. Дене бірінші жарты жолды 4 метр секунд жылдамдықпен, екінші жартысын 6 метр секунд жылдамдықпен жүрді, орташа жылдамдықты тапты. Дәл мынандай берілген жазамыз. Берілгені V1 4 метр секунд, V2 6 метр секунд, табу керек V. Одан кейін формуласы жоқ. Формуласы. Дәл жаңа мен айтқан формуланы қолданамыз. V орташа тең болады 2 V1 көбейтілген V2 бөлінген V1 қосылған V2. Орындарын алып барып қоямыз, есептейміз, сонда бізде есептің шешуі шығады екен. Түсіндік па? Жақсы. Енді ары қарай тапсырма балалар. Жақсы балалар, келесі тапсырма бізде бірге ойлаймыз тәсілі. Яғни бұл бізде тоқтық жұмыс. Қазір мына алдарыңызда тұрған Темірғали Көкебаев деген бұл ең алғашқы Оксфорд деген атақты университетке әйгілі университетте өзінің баяндамасын оқыған Қазақстаннан шыққан математик, әрі физик, ғалым сөзді кісінің бірісі. Деген оймен сіздерге тапсырманы осы Темірхан Көкебаев сіздерге береді. Темірғали Көкебаев сендерге толтырып тапсырмасын başlayın. Prejudice and
Ko'rinish taqsimot formulalar so'ngida kes-kesib to'ldirildi. Yaxshi. Bo'ladi bo'lsa, birinchi surat bo'yicha kim javob beradi? Qanday shama orqali жылдамдық артады? S. Dұрыс айтасыз. Келесі, қандай шама арқан кезде жылдамдық кемейді? Дұрыс айтасыз. Одан кейін келесі сұрақ бізде жылдамдық, яғни орташа жылдамдық бұл қозғалыстың қандай түрінде қолданылады, яғни қандай түрінде есептеледі? Қандай қозғалыста? Дұрыс айтасыз. Бір қалыпты қозғалыста. Жақсы. Ары қарай. Кеттік. Балалар, міне қағаз таратамын. Үшінші тапсырма бойынша формулалар сөйлейді. Әдісі бойынша. Осы жерде берілген кестедегі тапсырмаларды орындаймыз. Қай топ бірінші орында болады? Қоңыраушаны басқаңыз болады. Келесі топ десек, орташа жылдамдық формуласын жазу керек. Орташа жылдамдық формуласын жазамыз. Болып па? Жақсы. Қайсы балалар? Тексеріп жіберейік. Жақсы. Дұрыс. Уақыт тобы бірінші болды. Өзіңізді жаңағы негізгі вопрос пирамидамызден балыңызды көтеріп ұмытпаңыздар. Егер тапсырма орындалған болса. Иә? 2 балл. Егер формуланы дұрыс жазған болсаңыз, орындаған болсаңыз 2 балл өзгертесіз. Жақсы балалар, келесі тапсырма бізде бірге ойлаймыз әдісі. Яғни бұл бізде топтық жұмыс. Қайына алай ұзатылған Темірғали Көкебаев деген бұл ең алғашқы Оксфорд деген атақты университетке әйгілі. Университетте біздің баяндамасын оқыған Қазақстаннан шыққан математик, физик, ғалым деген сіздерге тапсырманы осы Темірхан Көкебаев сізге береді. Темірғали Көкебаев сендерге топтық тапсырма ұсынбақшы. Бірге ойлаймыз әдісі. Бірінші сұрақ қандай физикалық шама артқанда дене көп жылдамдық қай болады? Екінші сұрақ қандай физикалық шама артқанда дене жылдамдық қай болады? Үшінші сұрақ жылдамдық және орташа жылдамдық формуласын қозғалыстан қандай түрінде қолданамыз? Төртінші тапсырма формулалар сөйлейді кестесін толтырыңдар. Жақсы. Олай болса, бірінші сұрақ бойынша кім жауап береді? Қандай шама арқан кезде жылдамдық артады? S. Дұрыс айтасыз. Келесі, қандай шама арқан кезде жылдамдық кемейді? Дұрыс айтасыз. Одан кейін келесі сұрақ бізде жылдамдық, яғни орташа жылдамдық бұл қозғалыстың қандай түрінде қолданылады, яғни қандай түрінде есептеледі? Қандай қозғалыста? Дұрыс айтасыз. Бір қалыпты қозғалыста. Жақсы. Ары қарай. Мана кесте бар ғой. Жақсы балалар, келесі тапсырмамыз бізде жұптық жұмыс деп аталады, яғни есепте әдісі. Қазір жұптарыңызбен бірлесе отырып, жұбы жоқтар өзі жұбыдағы жұбыңызбен бірлесе отырып тапсырма, яғни есептер шығаратын боласыз. Ол үшін мен сіздердің қолдарыңызға мынандай есеп шығаратын парақты таратамын. Жұбыңызбен бірге отырып орындаңыз. Сайдыңызбен орындаңыз. Сіздер жұптасыз. Қазір есепті беремін балалар. Таратып беремін есепті. Келесі, сіздерге берді ғой. Сіздерге және сізге. Ал. Жақсы балалар, болып па қайсы болды? Жақсы, өте жақсы. Мына жұп бізде орындап болды. Сіздер болдыңыз ба? Орындап жатыр. Орындаймыз. Қайсы? Болдыңыз ба? Жақсы, өте жақсы. 10 метр секунд дұрыс. Келесі тапсырма. Сәйелі шығарып жатыр.
topshirma var. Sol 3 top o'rindaymiz. Bo'lgan qo'ng'iroq shani bosuvga unutmaymiz. Tushundingmi? Balalar, kelesi topshirma bizda jeki topshirma deb ataladi. Ya'ni bu topshirmani bizga ne topshirma o'rindab qalay o'rindab kerak? Ya'ni bu topshirmani bizga oldimizdagi QR kodga uyali telefonlaringiz bilan kiruv orqali, ya'ni kameramizga bosib, bizga Sherxon, Almurza, Eldar. Taniysiz? Kim bu? Futbolistga bizlar yildan beri o'zi qishda futbolist sizlarga topshirmani qanday bo'lishi kerak, ya'ni qanday topshirma berib turganini sizlarga aytib beradi. Barimiz telefonimizda asha QR kodga qarang, qanday topshirma berib turgan shahrimizga. Telefonlarimizda alkis kameralarimizni qo'yamiz. Al endi o'quvchilar qo'lida topshirmani jiddiy o'tirib o'rnida taslaydi. Topshirmani o'rindov barasida litseyda shiddatda Qanday topshirma berib turgan? Jeki jumsiga, jeki jumsda o'rindamiz kerak. Hech qanday topshirma berib. Endi meni men sizlarga mana bu paraqda taratamiz. O'zi paraqni berib betimda qanday topshirmalar bor, so'ng barni o'rindamiz qajib. Bu jeki topshirma. Har o'quvchiga jeki kerak. Taratib berilgan kurslar, yangi sinflardan qanday ekanligini qarayveramiz. Olay bo'lsa topshirmamizni o'rindaymiz. Avvalo basitda matn beramiz. Ko'rdingizmi? So'ng matnni o'qiymiz. Undan keyin bizga shundoq jalg'an degan topshirma berilgan. Ya'ni qaysi shundoq, qaysi jalg'an ekanligini siz tabin berasiz. Shundoqdan aslida shundoq jalg'an aslida jalg'an deb belgilasiz. Undan keyin bor topshirma surat berilgan. Suratda sizga speedometrdan qancha magnitid bo'ldi, ya'ni 30 km/soat berilgan qo'y. Siz soni nega aylantirib keraksiz? Metr bo'lingan sekund aylantirib berasiz. Undan keyin kelesi topshirmamiz sizga esep chiqadi. Taxtaga meniki javobini chiqaraman. Men joyga taxtaga qarab o'tdim. Taxtaga durust javob chiqaraman. Durust esimizga keltirib olamiz. To'g'ridan to'g'ri qilib kelishimiz kerak bo'lgan bir kilometr soat. Durust kelingizlar. Shundan to'g'ri beradigan joyga bo'lsa. Durustmi? Shundan to'g'ri o'xshamadi. Durustmi? Yaxshi. Durust bo'lsa, o'zingizni javob speedometrimizga balsangizni o'zgartirib o'qamizlar. Kelesi topshirmani qarang, tengiz topshirmani 90 km/soat bizga yaqin suratga 90 km/soat ko'rinib turibdi. Biz so'lga aylantirimiz kerak. Metr bo'lingan sekund aylantirimiz kerak. So'nda bizga qancha chiqadi ekan? 20 metr bo'lingan sekund. Kelesi 3 topshirmani qarang. Durustmi? Lekin topdingiz qo'y. Agar durust bo'lsa, taqdir speedometrimizga balsangizni o'zgartirdi. Unutmangizlar. Ballar, sistemimizin içinde жылытышта magnit var. Sol жылытышта magnit
Yaxshi. Sonымен bugungi saboq sizlarga tushunarli bo'ldimi?